айтқаныңыздай тойлар Family Fest отбасылық рухани мерекелік кешіне қош келдіңіздер. 5 жыл деген біз үшін қатты бір қиын уақыт болған жоқ. Бір-бірімізді түсіністікпен, бір-бірімізді танудамыз, бір-бірін танумен солайдан 5 жыл уақыт тез өтіп кетті деп ойлаймын. Мәссаған. Жүрек, махаббат, 5 жыл. Ақша табамыз, бұйырса үйді бастап соғып жатырмыз. Сол 25-те кіреміз деген, новосельенің несі махаббатпенен ары қарай жұмыс жасап, үй бітірсек, Дубайға барамыз деген намешение бар. Мен екеуімде. Өте керемет, дәл тауып қоя. Сол бес сиырды саусада көбісін пісете бір махаббатпен жасайтын келіншегіме осы эфирде рахмет айтқым келеді. Міне ерлік. Арнайы қонақ болып келіп қалдық Тойла Family Fest шарасына. Ұжымға көп рахмет қосып қойған көпті көрген отбасылар арасына. Биылғы жыл біздің отбасы үшінде ерекше, біз шелден келіп тұрмыз. Біздің отасқанымызға 30 жыл болса, менің ұлымның отасқанына келінмен 5 жыл тойланып отыр. Осы қатар тойды бүгін осы үлкен ғимаратта, үлкендер ортасында жақсы бір тойладық деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Үйлену тойымыздың атмосферасы есімізге түсті. Шыменде біздің тойымыз мысалы ауылда, кәдімгідей қорада таңғы 6-ға дейін болған. Сол кезде ауылдың малы өріске шығып бара жатқанын көргенбіз. Осындай шара арқылы әр қайсының отбасындағы құндылықтарын тыңдау арқылы әркім өзіне сабақ алады. Міне осындай жиындар көбірек болса, біздің қазақ елінде, біздің өңірімізде ажырасу фактілері бәлкім азаяр ме еді. Бір өте керемет шара болды. Әлде де бұны ауқымы кеңейе түссе, осындай өнегелі отбасыларын сұхбатқа шақырып, бір жып-жылы атмосферада әңгіме дүкен құрған, ол бөлек екен. Той болсын, қандай жер болсын, мен бақыттымын деймін да. Өйткені күйеуімнің аты Бақытбек, Бақытбектің арқасында бақыттымын деймін мен. Осы Бақытбектің арқасында баратын жеріме барып, келетін жеріме келіп, Құдайға шүкір, өзіміз жолдасыма ризамын. Дұрыс таптым, дұрыс жолықтым деп ойлаймын Бақытбекке. Ең қызығы, мен Камилаға үйленген кезде айттым. Менің қонағым келген кезде сен зырылдап жүгіріп жүр. Сенің қонағың келген кезде мен зырылдап жүгіріп. Міне, сонда екі жағда о біздің бала мықты екен деп ойлаймын. Ер отбасы бұл қуатты мемлекет. Егер әр отбасында ынтымақ береке болса, онда еліміздегі тыныштық сақталады. Жанұялық мерекені бірге тойлауға келгендеріңізге көптен-көп рахмет сіздерге. Сіздердің жаңғырықтарыңыз ешқашан шайқалмасын.